Қала әкімі Еркебұлан Баяхметовтің 2019 жылға арналған әлеуметтік экономикалық даму қорытындылары туралы есептік кездесуіне Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықпаев қатысты. Аталған кездесу ең алдымен қала кәсіпорындарының өнімдері көрініс тапқан көрмеден бастап алды. Бүгінде бірнеше алып кәсіпорындар шаһар экономикасын нығайтуға септігін тигізіп отыр. Олардың қатарында Қазақ алтын акционерлік қоғамы, Қазақ алтын технология, Астана нан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, ЕПК Степногорск акционерлік қоғамы, Степногорск тау-кен химиялық комбинат мен Қазатом өнеркәсібі күкірт қышқылы зауыты. Қазақ алтын акционерлік қоғамының өнеркәсібі өнімінің көлемі өткен жылы 36,9 миллиард теңгені құраған. Өндірілген алтын құрамы 2535-те 2 келіге жеткен. Кәсіпорын жұмысына тау-кен геологиялық ақпараттық инновациялар жүйесі енгізілген. Қазақ алтын технология өнеркәсібі өнімінің көлемі өткен жылы 43,7 миллиард теңгеге жетіп, 2539 келі Дория ертіндісіндегі алтын шығарылған. Ағымдағы жылға жоспарланған даму перспективаларының бірі техногенді минералды түзілімдер қоры таусылғаннан кейін кенді өңдеуге бағытталған фабрикаларды жаңғырту. Астана нан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өнеркәсібі өнімінің көлемі өткен жылы 11,7 миллиард теңгені құрап, 2269 шартты тонна өсімдіктерді қорғау құралдары жасалды. Есепті мезгілде ЕПК Степногорск акционерлік қоғамы тауар өнімінің көлемі 34,6 миллиард теңгеге жетіп, 30,6 мың тонна мойын тіректер өндірілген. Жаңа даму үрдісінде подшипниктердің 11 түрі игерілсе, оның ішінде 5 типті мойын тіректер экспортқа шығарылған. Болашақта жаңа мойын тіректердің 13 түрін игеру, қуаттарды одан әрі жаңғырту және қызметкерлер санын 300 адамға ұлғайту жоспарланған. Степногорск тау-кен химиялық комбинаты тауар өнімінің көлемі 6,1 миллиард теңгені құраған. Атаулы өндіріс орнында өткен жылы 1672 тонна уран өндірілді және 659 мың тонна мыс молибден рудасы өңделді. Еңбекті қорғау саласында ақпараттық жүйелерді енгізу және өнім көрсеткіштерін жоғарылату жоспарланған. Күкірт қышқылы зауыты бірлескен кәсіпорны бойынша тауар өнімінің көлемі 3,1 миллиард теңгені қалыптастырып, 165-те 2 мың тонна күкірт қышқылы өндірілген. 2019 жылға қарағанда алдағы уақытта өндіріс көлемінің 17,2%-ға өсуі жоспарға алынған.